Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі біздің кезекте баклажан рулет жасайтын боламыз. Баклажанды таңдаған кезде ұзынырақ түрін таңдасаңыз өте жақсы тиімді болып кетеді. Ал ендеше дайын болсаңыздар бастаймыз. Дайын баклажанымызды жұқа етіп турап, суда, тұзды суда, яғни кішкене ұстап алатын боламыз. Одан кейін мінекей көріп тұрғандарыңыздай ұнға батырып, одан соң жұмыртқаға былғап алып, одан кейінгі мінекей сухариге осылай екі жағын жайлап қана батырып барлығын тегізіп аламыз. Ендігі келесі кезекте қызып тұрған майымызда екі бетін қызарғанша жақсылап тұрып қуырып алатын боламыз. Барлық дайын болған баклажанымызды, яғни дайын тұрған баклажанымызды арнайы чеснокталған чеснокты блендерден өткізіп, майонезбен араластырып, тура осылай видеодағыдай етіп ортасына жағып, үстіне салатный листьямыз салып, және қалағаныңызша помидорды салып, рулет құсап орап қоятын боламыз. Дайын болған барлық баклажандарымызды дастарханға әдемі сәнді етіп ұсынамыз. Сіздің келген қонақтарыңыз немесе отбасыңыз сүйсініп тұрып жейтін болады. Ас болсын.